Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңдағы сұранысқа өте көп ие болып жатқан пирогтардың бірі карамельный пирогтың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды толық електен өткізіп аламыз. Және қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Содан соң барып, бөлме температурасында тұрған сары майымыздан салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, сары майымыздың пайызы міндетті түрде 72 немесе 82% болуы қажет. Егер де 60% қолданатын болсаңыздар, онда біздің пирогымыздың қамырлары қатыңқырап пісетін болады. Сол себепті пайызы жоғарылау сары май қолданғандарыңыз дұрыс болады. Осылай жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Бізде осындай үгітілген қамыр шығады. Енді осы қамырға 2 жұмыртқамызды салып, тағы да қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр болып шыққанша қолымызбен илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болып шығады. Енді осы қамырды жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Жарты сағаттан соң пешке қоятын ыдысымызды алып, осылай қолымыздың көмегімен ыдысымызға жайғастырып шығамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге вареная сгущенка қажет, және оған жұмыртқа мен сливкимізді саламыз. Менде 35-36% клейге қолдандым. Егер де сіздер сливке қоспайтын болсаңыздар, орнына қаймақ қолдансаңыздар болады. 20% қаймақтан 200 грамм қоссаңыздар болады. Енді салмамыздың барлығын толық құямыз және 180-170 градус қызып тұрған пешке 30-40 минутқа салып пирогтарымызды пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің карамельді пирогымыз дайын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қазіргі таңдағы сұранысқа өте көп ие болып жатқан пирогтардың бірі. Пирогтарымызды міндетті түрде толық суытамыз. Толық суығаннан соң ғана формамыздан босатып кесе беруге болады. Сіздермен болған мен Жұмагүл. Астарыңыз дәмді болсын.